Білім ол, яғни білім ал әлеуметтік жобасы. Бүгін бізде кезекті сабақ, ал тақырып фриланс негіздері. Қазіргі таңда әлемде миллиондаған жас дәстүрлі офистік жұмыстан көрі еркін форматтағы жұмысты таңдап жатыр. Неге? Себебі фриланс бостандық, табыс және өз-өзіңді жүзеге асыру мүмкіндігі. Ендеше бүгінгі сабақта осы мамандықтың қыр-сырын бірге түсінеміз. Фриланс бұл белгіленген жұмыс уақытымен, офистік талаптарсыз, яғни өзіңізге ыңғайлы жерде, өзіңізге ыңғайлы кестемен істейтін жұмыс моделі. Яғни сіз компанияға штатты қызметкер ретінде емес, жобалық негізде қызмет көрсетесіз. Ал фрилансер бір клиентпен шектелмейді. Ол бір уақытта бірнеше тапсырыс берушімен жұмыс істей алады. Бұл оның табыс көзін көбейтуге әрі кәсіби дамуға үлкен серпін береді. Фриланс көптеген саланы қамтиды, ал соның ішіне ең сұранысқа ие салалар келесі: графикалық дизайн, видеомонтаж, SMM және контент жасау, веб-программалау және IT, копирайтинг және жарнама, 3D motion дизайн, маркетинг және жарнама, фото және бейне өндіріс. Бүгінгі таңда Қазақстанда да, әлемде де фрилансерлер сұранысқа ие, ал соның ішінде дизайнер, веб-программист, SMM, копирайтер деген мамандықтарға сұраныс өте жоғары. Фрилансер болу үшін сізге міндетті түрде диплом немесе үлкен тәжірибе қажет емес. Ең бастысы нақты бір дағдыңыз және портфолио. Бұл салада екі түрлі фрилансер бар. Алғашқысы жаңадан бастағандар, яғни алғашқы клиенттерін жинап жүргендер болса, екінші түрі бұл кәсіби фрилансерлер, яғни тұрақты клиенттік базасы бар және өз бағасын өзі анықтайтын мамандар. Басты талап жауапкершілік, уақытты басқару және клиентпен дұрыс коммуникация. Фрилансердің классикалық маманнан айырмашылығы ол өзін жеке кәсіпкер ретінде көреді. Яғни, өз уақытын өзі жоспарлайды, өз табысын өзі басқарады. Бірнеше клиентпен қатар жұмыс істей алады, қалаған жерде жұмыс жасай береді. Жаңа дағдылар тез меңгереді және ең бастысы жоғары табысқа көп көңіл мен күшті жұмсағанда ғана табысқа жетеді. Фриланс бұл еркіндік, бірақ дәл осы деңгейде жауапкершілікті де талап етеді. Қазақстанда танымал фрилансерлер көп. Мысалға, YouTube-тегі контент продюсерлері, TikTok пен Instagram-ға арнайы видеолар жүктейтін видеографтар, ірі брендпен жұмыс істейтін дизайнерлер, Upwork, Fiverr секілді әлемдік платформаларда табыс тауып жүрген IT мамандар және SMM мен копирайтерлер. Олардың көпшілігі бір ауылдан немесе шағын қаладан шығып, қазіргі таңда халықаралық деңгейде жұмыс істеп жүр. Алғашқы кезде сізге жұмыс табу қиын болары сөзсіз, себебі тапсырыс берушіге ең маңызды сіздің тәжірибеңіз бен портфолиоңыз. Сол себепті біз осы мәселені шешуге арнайы жолдарын ұсынамыз. Мәселен, алғашқы 3-5 жобаны арзан немесе тіпті тегін жасап портфолио жинақтаңыз. Содан соң Instagram, TikTok, Behance, Dribbble секілді платформаларда өз жұмысыңызды жариялаңыз.